Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пирожки жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық құрғақ ашытқы саламыз. Кейіннен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осылайша қамыр қолымызға жабысып тұр. Осы кезде еріген сары май немесе сұйық май құйып, жақсылап қамырымызды илеп араластыратын боламыз. Ол қамырымыз қолымызға жабыспас үшін. Енді бетін жауып, қамырымыз жарты сағатта немесе 45 минутта ашитын болады. Қамырымыз ашығанша осылайша алдын ала қайнатылған картобымызды тұз, дәміне қарай бұрыш салып езетін боламыз. 1 шай қасық сары май саламыз. Кейін картобымызды еземіз. Пияз қуырып салсаңыздар да болады. Біздің үйде балалар онша ұнатпайды, сондықтан мен қоспадым. Егерде рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай, жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей осылайша пирожкиіміздің салмасын дайындап алдық. Енді бір шетке қойып, ұнын себеміз. Кейіннен ашыған қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады, немесе таразының көмегімен 30 грамм да етіп шамамен бөлсеңіздер болады. Мінеки барлық қамырымызды бөлдік. Енді осылайша кішкене етіп, зуала етіп қоямыз. Барлық қамырымызды зуала етіп алдық. Енді үстін осылайша матамен жауып, 5-10 минутқа көтерілуіне күтетін боламыз. Мінеки қамырымыз көтерілді. Енді барлығын дөңгелек етіп жаямыз. Орташа қалыңдықта болғаны жөн. Қатты қалың болып кетпесін, себебі арасы піспей шикі болып қалуы мүмкін. Кейіннен қамырымызға осылайша картопты салмамызды салып, осылай біріктіріп қоятын боламыз.
Мінеки барлық қамырымызды түйіп болдық. Енді бетін жауып, тағы 5-10 минутқа қоямыз. Бастапқы көтерілгенін осылайша қызып тұрған майда қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінеки барлық пирожкиміз пісіп дайын болды. Салатпен немесе кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға.